Петропавлда қазақ балабақшалары тапшы салдарынан ата-аналар балаларын орыс топтарына беруге мәжбүр. Балабақшаларда орын жоқ қазақ топтарында. Барлығы орысша. Баламды қазақ садигіне бергім келеді. Неге? Өйткені ол қазақ болып туғаннан кейін қазақ тілін білу керек. Ертең болашақта өзіне қиын болады. Таңғы 7-тен ата-аналар тұрып, кезекке тұрып, тез үлгерсе үлгерді, үлгермесе ол жоқ. Қазақ тобы тез бітіп қалады. Орысша топқа беруге мәжбүр болдық. Сол бір жылдың ішінде тілі кәдімгі орысшаланып бара көріп, кейін қазақшаға ауыстырғымыз келді. Бірақ енді әрі қарай бала неғұрлым үлкейген сайын орындар соғұрлым азая береді екен. Сол үшін енді амал жоқ, қосымша ақылы түрде мектепке даярлыққа беріп жатырмыз. Қала бойынша 7000 бала бақшаға барады. Соның 2000-і ғана қазақ тілінде. Құрдастарымыздың барлығын балалары енді балабақшаға бара жатыр. Барлығында көбісін айтатын осы, үлгермей қалдық. Кейбірі қазақ тобына береді, бірақ алыста бір жаққа апарады. Өйткені жақын жердегі балабақшалардың барлығы бос емес. Қалада 49 балабақша бар. Оның 4-еуі қазақ, 19-і орыс, қалғаны аралас бақша.